күніме құрметті ата-аналар. Менің атым Мира Мерекеқызы. Мен 10 жылдан астам уақыт бойы бастауыш сынып оқушыларымен және мектепке дейінгі жастағы балалармен жұмыс істеп келе жатырмын. Көп ата-ананың бірдей сұрақ естимін негізі. Қандай сұрақтар олар? Мен балам оқиды, бірақ мәтінді түсінбейді. Оқиды, бірақ өте баяу оқиды. Кітапты көрсе, мұңаяды, шаршап кетеді. Негізі бұл баланың жалқаулығы емес. Бұл оқуды дұрыс тәсілмен үйренбегеннің белгісі болып табылады. Негізі жылдам оқу дегеніміз не деген сұрақ туындайды. Жылдам оқу ол тез оқу емес. Бұл оқығанын түсіну, есте сақтауын, ойлау жылдамдығын арттыру. Біз бұл бағдарламада баланы қинамай, жарыстырмай, қорқытпай, ешкіммен салыстырмай, оқуға қызықтыра отырып үйретеміз. Сабақтарда біз не істейміз? Зейінді дамытамыз, көру арқылы, көзбен көру арқылы қабылдауды күшейтеміз. Мәтінді толық түсініп, оқуға үйрету, оқу жылдамдығымен біртіндеп арттыру болып табылады. Барлығы баланың жас ерекшелігіне сай ойын элементтерімен қысқа әрі тиімді жаттығулар арқылы жасалады. Маңыздысы, әр бала ол жеке тұлға. Біреу тез оқиды, біреу баяу оқиды. Ал біздің мақсатымыз басқамен салыстыру емес, баланың өз нәтижесін жақсарту. Егер де сіз балаңыздың оқуға сенімді болғанын, мәтінін түсініп оқығанын, мектепте өзін еркін сезінгенін қаласаңыз, сіз дұрыс жерге келдіңіз.